Баршаңызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен түс жору каналы. Бүгінгі түс жоруымыз түсіңізде ине көрсеңіз деп аталады. Видеоны бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Каналымызға тіркелсеңіз бастайық. Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде ине көрсеңіз, басыңыздағы қиыншылықтардың бітіп, жақсылық болатындығын білдіреді. Ал егер сынған ине көрсеңіз, қымбат нәрсені жоғалтып алғандығыңызды білдіреді. Ер адам түсінде қолында ине ұстап тұрғандығын көрсе, жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңіздегі ине сіздің жасаған жамандықтарыңызға өкініп, Аллаға тәубе жасап, кешірім сұрағыңыз келіп жүргендігіңізді білдіреді. Сол себепті тәубеңізді кешіктірмей, Алладан кешірім сұраңыз. Алла тәубеңізді қабыл етсін. Түсіңізде инені сындырып алғаныңызды көрсеңіз, мақсатыңызға жете алмай жүргендігіңізді білдіреді. Бірақ сіз берілмесеңіз, міндетті түрде жасаған еңбегіңіздің жемісін көресіз. Бойдақ қыз түсінде қолына ине кіріп кеткендігін көрсе, сіздің сөйлесіп жүрген адамыңыздың екіжүзділігін білдіреді. Ал егер сіз ине сататын дүкенге кіргеніңізді көрсеңіз, сізге көзі түсіп жүрген жігіттердің көп екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде өзіне киім тігіп жатқандығын көрсе, күйеуіңізбен араңызда бір түсінбеушілік бар екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде ине жоғалтып алғандығын көрсе, ол әйелдің басында қаржылай қиыншылықтар болып жатқандығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде ине көрсе, жеңіл босанатындығын білдіреді. Сондай-ақ тұрмыстағы әйел түсінде ине жоғалтып алғандығын көрсе, ұлды болатындығын білдіреді. Бойдақ жігіт түсінде ине көрсе, үйленетіндігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Және біздің каналға қолдап, барлық достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеомызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.